Сәлем барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге Instagram парақшаларыңызды әрлеуді үйретемін. Instagram парақшасы ол сіздің офисіңіз. Офисіңіз болып саналады. Қазіргі заманда кез келген нәрсені сізді тану үшін бірінші Instagram'ыңыз сұрау арқылы сізді таниды. Бірінші редактировать профильді көреміз. Сол жерге имяға сіз қандай қызмет атқарасыз, не сіз соны жазып қойсаңыздар болады. Адам көбінесе сол арқылы іздейді. Поисктен таргетолог SMM-ді жазып қойыңыздар. Имя пользователяға нақты фамилияңызды, атыңызды, жөніңізді сызықшамен немесе точка арқылы жазып қойсаңыздар болады. Ал сайтқа WhatsApp нөміріңізді жазып қойыңыздар. Ал биографияға қазір 3 баланың анасымын, 2 баланың анасымын, біреудің ханшайымын деген сөздер керек емес. Тек қана қандай қызмет атқарасыз, не істей аласыз, қандай жетістіктерге жеттіңіз, соларды жазып қойсаңыз болады. Мен визуал таргетолог парақшамды құнды ақпараттармен тегін бөлсем деп жазып қойдым. Сосын категориялар толтырасыздар. Мен личный блог дедім. Категорияда көбінесе блогер, музыкант болсаңыз музыкант, одежда, киім сататын дүкеніңіз болса, здоровье, красота, салон красоталарыңыз болса, осыларды белгілейсіздер. Мен личный блог деп белгілеп қойдым. Сосын пост связыға өзіңіздің электронный почтаңызды, нөмірлеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Кеттік енді келесі. Визуал жасап, парақшаңызды әдемілеп қоясыз. Визуал жасағаннан кейін астына міндетті түрде пост жазсаңыздар болады. Пост жазып, керекті мағлұматтармен бөлісіп отырсаңыздар болады. Актуальныйды визуалыңызбен бірге әдемі қылып қоясыздар. Актуальныйды қалай қояды деп десеңіздер, мысалы, бір пост алайық. Мен пост алам. Өзім историяма салам. Историяға түсті, Міне. Историяма түсті. Давай актуальный деп соны басасыздар. Новыйдан нәжек жазып, давай детсеңіздер болады. Енді сіздерге көрдіңіздер ғой. Енді сіздерге визуалды қалай жасау керек екенін көрсетейін. Визуал дегеніміз Pinterest'ті басып аласыздар. Pinterest пен Garner екеуін басып алсаңыздар өте керемет болады. Pinterest қызылмен басып аласыздар. Қызылмен тұрған. Мына жерде кез келген визуалдар бар, әдемі. Сіз визуал құрып өйтіп жүрмейсіздер. Дайын визуалды алып, постыңызға сала берсеңіздер болады. Астына пост жаза бересіздер. Қазіргі трендтегі визуалдар керек болса, былай жасайсыздар. Визуал Instagram. Енді осы жерден визуал Instagram деп мен жаздым ғой. Мысалы, тырнақ істейтіндер, маникюрлар, солар болса, шаш істейтіндер, осы жерден керек нәрсеңізді жазып, өздеріңізге дайын визуал құрып алсаңыздар болады. Мысалы, маған мына визуал өте тамаша. Мебель істейтіндерге мына визуал өте әдемі кетеді екен. Мен бұл жерде керек нәрселерді алып алуыма болады. Дәл өстіп қойсам да Instagram әдемі болады. Мен мысалы, былай жақыннан тартсаңыз, соған ұқсас суреттер келеді. Астына дәу болып бір сурет шығады. Былай қарай тартасыздар. Маған мен ананы тартып отқан суретім менде ашық түсті ғой көбінесе. Ананы тартып ала берейін. Өстесіздер, басасыздар, үстіне жерге 3 сызықты басасыздар, скачать изображениені басасыздар. Бірден бұл галереяға түседі. Дәл сөйтіп тартасыздар, былай жылжытасыздар. Негізі пост визуалдың суреті әдемі. 3, 6, 9, 12-ден болады.
сіз басқа біреудің парақшасын жүргізіп берсеңіз де бұдан жақсы пайда табасыздар. Өзіңіз парақшаңызды реттеп әдемілеп қойсаңыз, мынаны скачать изображение деп қоясыздар. Тағы біреуін басып көрсетейін. Түсінікті деп ойлаймын. Түсінбеген жерлеріңізді сұрасаңыздар болады. Мына жерді аламыз да. Скачать изображение дейміз. Енді мен сізге бағана гарни дегенді басыңыздар дедім. Гарни деген мынау тұр. Мына гарни деген басасыздар. Гарниді басасыздар. Бағана суреттердің бәрі галереяға пинеге сақталды. Гарниді мына жерде 3 сызық тұр. Мынау тұр. 3 нүкте, соның үстін басасыздар. Плюсик добавитті басасыздар. Мына жерден қоя бересіздер. Мына розовыйдың қасына қайсысы сәйкес келеді дейсіз. Мынаны ашықтау мынаны қояйын. Готово дейсіз. Мынаны ашасыздар гарниға. Астына подпись, қандай пост жазасыз, соны жазып қойып сохранить етіп қоясыздар. Сосын дәл өстіп инстаграмға постыңызды копировать етесіздер. Үстіңізде суретпен бірге инстаграмыңызға салсаңыз болады. Немесе дәл өстіп те осы жерден де инстаграмыңызға сала аласыздар. Дәл инстаграм постқа салайын деп жатсыз ба сіз? Қайсыға салайын деп жатсыз? Историяға салайын деп жатсыз ба? Соларды осы жерден басасыздар. Нақты түсінікті деп ойлаймын. Басқа да сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Визуал құрып, парақшаларыңызды әдемілеп қойыңыздар. Қажетіме жараса,